Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қарағанды облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасында бедерлі нүктелі ғаріпте жарыққа шыққан кітаптардың бірі «Қыз жібек жыры». Назарларыңызға жыр дастанның Сәкен Сейфуллин баспаға ұсынған Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлының кең тараған нұсқасын ұсынамыз. Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы ақын, жыршы, халық ауыз әдебиет үлгілерін жинақтап бастырып шығарған алғашқы қазақ зиялыларының бірі. Ел аузында жүрген жырды бір жыраудан жазып алып, өзінше жырлап, ел арасына таратып баспаға дайындаған. Лиро-эпостық дастан тарихи шындықты суреттеп, қазақтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын, адал махаббатты жырлайды. Көшпелі өмір салты мен тұрмыс тіршілігін әсерлі баяндайды. Халық әдебиетінің бата, қоштасу, айтыс, жұбату, жоқтау, сыңсу сияқты түрлері жыр мазмұнын аша түседі. Жырда Төлеген мен жібектің махаббаты, әке батасын аттаған Төлегеннің өлімі мен ару жібектің қайғылы тағдыры баяндалады. Төлеген көрік келбет, ақыл парасаты, сыр мінезі жарасқан, падишадан кем емес сері мырза деп сипатталады. Қыз жібек болса нәзік сезім иесі, жан дүниесі бай, сән салтанаты келіскен сұлулықтың үлгісі. Жырдағы жағымсыз бейне Бекежан Төлегенді өлтіріп, өлім жазасына кесіледі. Сұлу жібек елге шапқан Қалмақ ханынан қашып құтылып, әмеңгерлікпен Төлегеннің інісі Сансызбай батырға жары болады. Тарихи оқиға негізіндегі осы көркем жыр ұлттық болмысымызды таныта түседі. Келесі басылым қазақ әңгімесінің хас шебері атанған Сайын Мұратбековтің бедерлі нүктелі ғаріпті әңгімелері кітабы. Жинаққа ананың арманы, қылғау, ата, махаббат, менің қарындасым, өлең, райгүл әңгімелер енген. Бұл кітап қарапайым қазақы болмысты көрсетіп, қазақи табиғилықты танытады. Адам жанының нәзік құпияларын, адамгершілік қасиеттермен қазақ ауылының өмірін шынайы суреттейді. Ананың арманы әңгімесіндегі өлім аузында жатқан анасының қолындағы сақинаға таласқан Мәржапияның дүние қоңыздығы зерделі оқырманды шошытады. Бала күйігін тартып келіннің қас қабағын баққан әже келбеті, ұрпағына тілеуқор ана портреті мәңгілік өшпес дүние. Қаламгер ана арманын көзі тірісінде орында дегенді адамдардың есіне салады. Менің қарындасым әңгімесі шынайылығымен баурайды. Әлиманың аяулы мінезі, қазақ қызына тән жан сұлулығы мен рухани тазалық, Нұрланға деген махаббаты, Әлиманың ағасының бауырлық сүйіспеншілігі баяндалады. Қылау әңгімесі нәзік сезімге құрылған, Сатайдың Рабиғаға деген пәк сезімін табиғаттың қылаулаған шағына теңеп, табиғат пен адамды астастыра бейнелеп, шынайы таза сезімді сырғып шертеді. Райгүл оқуға жеңіл тілі жатық әңгіме. Жарылғап қартпен ұл туған ананың Райгүл есімді ерке қызының өнегелі өмірін сипаттайтын көркем оқиға сананы жаулап алады. Махаббат шығармасы қатал әкенің дегеніне бағынбаған қайсар Әсияның тағдырын, махаббат үшін құрбандыққа барғанын баяндайды. Кітапқұмар қауымға Брайль жүйесі бойынша жарыққа шыққан Қыз жібек жыры мен Сайын Мұратбековтің құндылығын жоймайтын бағалы туындыларын оқуды ұсынамыз.